Баршаға сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Сіздер менен өткен сабақта Капкут бағдарламасының негізгі 10 сабағын өткен болатынбыз. Яғни бұл видео монтаждың ең үлкен түбірлері болып есептеледі. Яғни корень дейді орысшалап айтқанда. Сол сияқты біз видео сабақтарды бүткіл түбірін үйреніп шыққан болатынбыз сіздерменен. Қалай видео монтаж істеу керек, оны нөлден бастап қалай жасау керек жайлы сабақ өткен болатынбыз. Ал енді біз сіздерменен енді профессионалды монтаж жасау үшін сіздерменен Капкут бағдарламасының бүгін сіздерменен кейфрейм бөлімінен танысатын боламыз. Яғни кейфрейм деген ключевой кадр деген. Яғни ключевой кадр деген сіздерге мына жерде мен қысқаша көрсетіп кете салайын. Сосын біз кіріспе жасайтын боламыз. Мысалы, мына видео тұр. Дәл осы видеоға мен қазір ключевой кадр қоямын. Ол үшін мына видео жоғарыдан төменге түсу үшін мен бұны анимациямен істесем де болады. Ал егер анимация керек емес, өз қалауымша істейтін болсам, мен бұл жерде әрине бірінші орында расположение осы бөліммен істейтін боламын. Яғни мына жерде мінекей ключевой кадр видеоның басына қойып аламыз. Сосын мына видеоны осылай жоғарғы көтеріп, ключевой кадрды басып қоямыз. Бұл басылды. Міне көріп тұрғандарыңыздай мына жерде ключевой кадр пайда болды. Ендігі кезек, міне 2 секундтан кейін осы видеоны қайтып алып келуім керек. Мына жерде кішігірім лайфхак, мен видеоны қалай табамын? Бұл видео жоғарыға шығып кетті, мен оны ұстап алып келе алмай жатырмын. Дәл осы жерде мына лупаны пайдаланасыздар. Осылайша алыстатып, міне дәл осы жерден видеоны тауып алып осылай алып келсеңіздер де болады. Не болмаса, бұл лупаны пайдаланбай-ақ мына жерде осы инструменттер арқылы видеоны осылайша алып келсек болады. Яғни мінекей кішігірім сіздерге лайфхак түсінікті болды деп ойлаймын. Мен бұл ключевой кадрды қойып, видеоны өз қалауымша осылайша істеттім. Ал енді біз дәл осы ключевой кадрды оңай үйрену үшін бірінші текст бөлімінен бастайтын боламыз. Яғни біз қазір мына жерде видеоға текст жазып аламын қазір. Мінекей текст бөліміне кіреміз. Сіздерге өткен сабақта текст жайлы да сабақ өткен болатынбыз. Қазір мен жазып аламын. Мінекей мен жазып алдым. Мына жерде стильдің шрифтін таңдаймын. Сол мына жерден размерін кішірейтемін. Мінекей. Сосын мен бұл шрифт жақсы көріну үшін мына жерде мен дәл осы стильді пайдалансам да болады. Өздеріңіздер білесіздер, стильді мына жерде эффекті бөліміне кірсеңіздер, бұл жерде де сіздерге готовый стильді Капкут бағдарламасы өзі береді. Осының қалағанын пайдалансаңыздар да болады. Бұны өткен сабақта сіздерменен бірге үйренген болатынбыз. Дәл осы жерде кішігірім сіздерге лайфхак үйретіп кете салайын. Мінекей мен мысалы мына яркий цветке текстті яркий қылып қойып жатырмын, бірақ бұл онша көрінбеуі мүмкін. Мысалы алыстан қараған кезде бұл онша көрінбеуі мүмкін. Сол сияқты бұл яркий видеоға более темный текст қою керек. Яғни міне бұл енді видеоның атмосферасын онша келтірмей бұзып тұр. Мінекей міне дәл осы стиль маған ұнады, мен осы стиль арқылы жұмыс жасайтын боламын. Ал ендіке видеоны жібердім. Мына жерде ключевой кадр осылайша пайда болды. Яғни текст осылайша пайда болды. Бұған анимация қосып, өздеріңіз қалауларыңызша істесеңіздер болады. Ал егер маған анимация керек емес, мен өз қалауым бойынша істеймін десеңіздер, бұл жерде анимацияны пайдаланбай, мына жерде текст бөлімінде основной деген жер бар. Мінекей міне дәл осы жерде трансформация дейді. Бұл жерде ключевой кадрлар бар. Яғни міне добавить ключевой кадр деп қойған. Бұл жерде яғни масштаб жайлы ключевой кадр қойсаңыздар да болады. Немесе міне расположение дейді. Бұл расположение өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай текстті қойған сайын расположение өзгеріп жатыр. Ал мына жерде повернуть, яғни бұл жерде видеоны осылайша айналдырып 360 градуспен осылайша қойсаңыздар да болады. Кейінгісі мына жерде прозрачность, яғни мінекей затемнение. Дәл осығанда осылай ключевой кадр қойсаңыздар да болады. Бұл жерде мынандай знак тұрса, міне фон деп қойыпты, яғни міне
қара фон түсті жанынан. Бұл жерде де барлығына осылайша ключевой кадр қойып шықсаңыздар болады. Мен бұл жерде қазір сіздерге барлығын түсіндіріп отырмаймын. Бұл сіздерге ең основной, яғни негізгісін түсіндіретін боламын. Жақсылап үйреніп алсаңыздар, кейінгі тексттермен жұмыс жасау сіздерге өте оңай болады. Ал ендеше біз кеттік. Мысалы, мына текст жоғарыдан төмен немесе мына бұрыштан осы бұрышқа келуін қалайтын болсам, мен осы жерде екі түрлі лайфхак пайдалансам болады. Яғни мына жерде расположение деп қойыпты. Мінекей видео осылай басталды. Текст басталды дегеннен мына жерде қазір анимацияны өшіріп тастаймыз. Бізге анимация керек емес. Мінекей. Мен осы текстті дәл осы видеоның жоғары жағынан осы жеріне келуін қалайтын болсам, дәл осы жерде мен расположение бөлімінен, мінекей, трансформация, расположение дәл осы жерден ключтарды пайдаланамын. Яғни мына жерде тексттің басталуы, осы текстті жоғары қоямыз осылайша, сосын ключевой кадрды басамыз және 1-2 секунд өткеннен кейін дәл осы текстімізді осылайша мына бұрышқа алып келіп қоямыз. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір көреміз. Мінекей старт. Міне ключевой кадр жұмыс істеді. Яғни мен өзім қалағандай анимацияны осылайша істедім. Ал енді бұл жерде сіздерге дәл осы түсінікті болды деп ойлаймын. Ендігі кезек біз масштаб бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Яғни тексттің масштабы бойынша. Бұл жерде мен мысалы мына жерде тексттің масштабын осылайша мен ортадан пайда болуын қаласам, мінекей мысалы осылайша пайда болуын қаласам, дәл осы жерде мен ключевой кадр пайдалансам болады. Ол үшін өздеріңіз білетіндей тексттің бас жағына қоямыз, яғни ключевой кадрды қосамыз. И мына жерде масштабты 0 қыламыз. Сосын 1-2 секунд өтті. Енді текст пайда болу үшін қайтадан масштабты 100-ге қоямыз. Ал ендіке көрейік. Мінекей дәл өзі мен қалағандай анимация пайда болды. Жалпы сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сабақ. Егер түсінікті болып жатқан болса, комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар, және маған сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жаза беріңіздер. Мен сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Ал енді кейінгісі, жалпы сіздерге ключевой кадр түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Бұл жерде кейінгісі поворот, яғни 360 градусқа видеомызды осылайша поворот жасау. Бұнда біз өзіміз қалағандай ключевой кадрды пайдаланып істеуімізге болады. Яғни тексттің бас жағына қоямыз линейканы, сосын ключевой кадрды қосамыз. Мына жерде адастырып алмаңыздар. Сіздер текстті 360 градусқа айналдырам деп расположениені қосып қойып, мына жерде түсінбей отырмау үшін осылайша тек осы полоскание, вращение дейді, яғни айналдыру бөліміндегі ключевой кадрды қосасыздар осылайша. Бұл қосылып тұр. Сосын мен мына жерде 2 секундқа алып барамын және басамын. Бұл дегені мына екі ключевой кадрдың арасында анимация ойнайды деген сөз. Яғни осы ключевой кадр мына жерге жазамын 360 градус. Яғни бұл жерде қазір текст пайда болатын кезде мына текст айналып осы қалыпқа келеді. Текст тұрған жерінде айналып тұр. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біз анимация жасадық. Яғни біз өзіміз қалағандай анимация істей аламыз ключевой кадрларды пайдалану арқылы. Ал мына жерде затемнение дейді, яғни бұл тексттің прозрачності. Яғни бұл жерде текст плавно осылай пайда болу үшін, мінекей мынау тез пайда болды. Мен бұны жай көрінбестен бірден көрінуін қалайтын болсам, мына жерде затемнение, смещение бөлімінде, яғни затемнениеға ключевой кадрды басамын, мінекей бас жағына. Сосын мына жерде ключевой кадрды басамын, яғни бұл жерде мінекей бірінші ключевой кадрды мына жақта осы кнопкалар арқылы қойып алсаңыздар болады. Яғни разницаны көріп тұрсыздар. Бұл жерде әрбір ключевой кадрдың үстінен осылайша таңдап беретін функция бар. Осы функция арқылы сіздер қиналмастан
мишканы алып барып битип таңдап жүргөндөн көрө осылайша кыйналып жүрмөө үчүн мына жерде оңой ключевой кадрдын кнопкалары бар, яғни левый, правый, оңға солға алып баратын. Мінекей қазір текстін 0 қылып қоям, прозрачность, ал кеттік. Мінекей мына жерде біз анимация жасадық. Яғни бұл текст алып кез келген видеоның кез келген бөлігіне қойсаңыздар да болады, немесе дәл осындай текстті көшіріп алып мына жерде қойсаңыздар дәл осылайша анимация ойнайды. Яғни мен дәл осы текстті анимациясымен көшіріп алып төменге қойдым. Бұл дәл сол тексттің анимациясын қайталайды. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал біз тағы жалғастырамыз сабағымызды. Мен бүткіл ключевой кадрларды қазір өшіріп тастаймын. Өшіріп тастауым үшін мына жерде галочканы өшіріп қоямын. Сол кезде бұл жерде ключевой кадр ешқандай ойнамайды, яғни кадрлардың барлығы өшіп кетеді. Ал мына жерде тағы бір кішігірім ключевой кадр бар екен, яғни цвет. Мынау тексттің цветін ключевой кадр арқылы өзгертсеңіздер болады. Мінекей мына жерде қазір тексттің ключевой кадрын көріп шығамыз, яғни тексттің түсі бойынша ключевой кадр ойнайтын болады, яғни кейфрейм. Мына жерде ключевой кадрды қосамыз, ақ түс шықты. Сосын 1-2 секундқа барған кезде мен түсін өзгертетін болсам, мінекей жасылды таңдадым. Мінекей нәтиже сіздерге ақ болды, сосын жасыл болды. Дәл осы сияқты текстке осылай барынша созып алып, өздеріңіз қалағанша текстке осылай ключевой кадр арқылы түстерді беріп отырсаңыздар болады. Яғни мына жерде ключевой кадрды бастым, сосын мына жерде қызыл түс бар екен, қызыл түсті қостым. Кейін осылайша қалаған түстерді осылай беріп отырсаңыздар, ол линейканы осылай жылжытасыз. Сосын мына жерде ключевой кадрды баспай-ақ осылай түстің үстіне басып, өзіңіз қалағанша осылай түсті белгілесеңіз, бұл жерде өзі ключевой кадр пайда болады. Осылай пайда болып жалғаса береді. Яғни қазір сіздермен бір көріп шығамыз қалай болды. Мінекей ақ болды. Біз текстімізді осылай боясақ болады, яғни түрлі түсті қылып боясақ болады. Кейінгі сабаққа кірісеміз. Бұл жерде ключевой кадрларды осылайша үстінен басып, қалаған жерге осылай жылжытып отырсаңыздар да болады. Яғни әрбір ключевой кадр осылай максимально бірінші ключевой кадрға дейін аралықтарға осылай қойып шықсаңыздар да болады. Бірақ бұл ең соңғы, мысалы бірінші тұрған ключевой, екінші тұрған ключевой кадрдың алдындағы ключевой кадрды осылайша жылжытып басына қоя алмаймыз. Яғни бұл екінші тұрған ключевой кадрға дейін жылжи алады. Яғни жанына алып келіп қоям. Нәтижені көріңіздер. Текстің түсі бірден өзгерді. Яғни сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Кейінгісіне біз кіріспе жасайық. Яғни мен мына жерде барлық ключевой кадрларды осылайша басып өшіріп тастаймын. Сіздерге қазір тағы бір сабақ үйрететін боламын. Текст өшіп кетсек, Ctrl-Z арқылы осылайша мен қайтарып аламын. Ал енді мына жерде біз ключевой кадрды осылай бас жағынан өшіре алмайтын болсаңыз, мысалы мен выбрать кнопкасы басылмай жатыр. Мына жерден бір кнопканы басамын, сосын ключевой кадр тексттен толықтай өшіп кетеді. Ендігі мәселе, бұл жерде сіз ойлап жатқан шығарсыз, тек қана бір ғана ключевой кадр арқылы анимация жасай аламын деп. Қателесесіз, бұл жерде бүткіл ключевой кадрды қосып қойып, өзіңіз қалағандай анимация жасасаңыз болады. Яғни мен мына жерде трансформация деген жерде осылай ключевой кадрды басамын. Мына жерде бүткіл функция қосылады. Яғни жайын өзгерту, яғни айналдыру, масштаб бойынша ключевой кадр жұмыс жасайтын болады. Кейінгісі мен қазір бір анимация жасаймын. Яғни мына жерде текстіміз кішірейеді, сосын айналдырамыз. Мінекей мына бір бұрышқа қоямыз, сосын 2 секундтан кейін бұл текстіміз мына жерге келіп, айналып, осылайша размері де үлкейеді. Сосын
қайтадан размерін кішірейтіп 0 градус қыламыз. Сосын мына инструменттер арқылы ортаға қойып қоямыз текстімізді. Мінекей көріңіздер, мен қалағандай анимация пайда болды. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде біз кейінгі дәл осылайша сіз өзіңіз қалағандай масштаб, яғни текстің мекен жайын, расположение, масштаб, сосын цвет, осы нәрселердің барлығын ключевой кадр арқылы пайдалансаңыздар болады. Ключевой кадрды текстің бас жағына қоямыз және қаласаңыз соңына, ортасына да қоя бересіз. Бұл сіздің анимацияңыз қалай ойнауына байланысты. Яғни бұл ключевой кадрда текстің басына негізі қоймаса да болады. Бұны орта жаққа қойып қойдым. Яғни мына жерге бас жағына қоймағаннан кейін, бас жағына ключевой кадр қоймасаңыз, сіздің текстіңіз сіз қойған жерде қандай расположениемен қойсаңыз дәл сондай қатып тұрады. Сосын мына жерде ключевой кадр басталған кезде кейін барып анимация жасайтын болады. Яғни мен мына жерге бас жағына ключевой кадрды қойып алғаным негізінде дұрыс болады. Мінекей бастым, расположенияны осылайша туырлап аламыз 0 градуспен. Яғни мына жерде текст тұрады, сосын бірден анимация істеп кетеді. Кейінгісі мына жерде бір анимация істеп көрейік сіздерменен. Мына жерге белгілеп қоямыз. Яғни мына текст осылайша ойнап тұруын қаласаңыздар, бұл жерде расположенияны қосып қоясыздар. Неге расположение қосылды? Осылай жылжытып 2 секундтан кейін, мына жерде тағы 1 секундтан кейін бұл осылай ключевой кадрларды қойып шығамын. Мінекей, енді нәтижені көріңіздер. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Біз енді осы ключтармен жұмыс істеуге тағы тереңірек кірісетін боламыз. Мен қазір 0-ден бастап тағы бір кішігірім сабақ үйретіп кетейін. Яғни қараңыздар, мен мына жерде ключевой кадр қоямын, яғни текстің расположениясы бойынша мекен жайы, яғни расположенияны қостым, сосын текстті ең төменге қойып аламын. Сосын 1-2 секунд өткеннен кейін бұл текст ортаға алып келемін. Ол үшін мына инструментті пайдалансам, яғни мінекей выравнять по центру дейді. Яғни текстті центрге осылай қойып береді. Сіздер анимацияны осы инструменттер арқылы да осылайша пайдаланып отырсаңыздар да бола береді. Бұл ерекше бір анимация болды. Яғни кейінгісі біз енді ключевой кадрлардың скоростіменен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни мына жерде үстінен басамыз, ключевой кадрдың үстінен басамыз, сосын мишканың оң жақ кнопкасын басып, мына жерде пресеты кривых дейді. Мінекей бастым. Мына жерде осы екі ключтың ортасындағы анимация. Мінекей осы, яғни бұл жылдамдығы. Бұл жерде, яғни бұл ключевой кадрдың жылдамдықтарын осылайша пресеттермен қойып алсаңыз болады. Бұны да, бұл пресеттерді сіздер өздеріңіз редактировать етуді қаласаңыздар, нетті басасыздар. Сосын бұны өшіріп, мишканың оң жағын басып, показать анимацию дейді, скорость дейді. Яғни, мінекей, кішігірім лайфхак сіздерге. Мына жерде екі функция қосылып тұр. Яғни X және Y дейді. Бұл жерде мен екі функция қосқан екенмін. X және де Y функциясы. Мінекей, бұл расположение, яғни астынан жоғары қарай шығу. Дәл осыны мына жерде екі функциясын көрсетіп қойған. Мінекей, X деп тұр, Y деп тұр. Яғни төменге түсірсем X және де Y, бұл астынан төменге дейінгі арақашықтарды көрсететін функция. Осы функцияны көрсетіп қойған екен. Мына жерде ключевой кадры тұр. Ал біз осыған кірісетін боламыз. Яғни мына жерде Y нүктесі бар екен. Мен осы Y нүктесін қазір сіздерге түсінікті болу үшін тез үйрететін боламын. Мына жерде біздің текстіміздің анимациясы өте жай болып жатыр. Бұл текстіміздің анимациясы тез болу үшін мына жерде ключевой кадрдың үстінен басамыз, сосын мына жерде свободный деген бар екен, яғни бұл
тексттің пресеті, яғни жаңағы мен осы тексттің пресетін қазір міне пайдаланатын боламын. Мінекей, яғни ключевой кадрдың үстінен басып, осылайша пресет график, яғни бұл скорость бойынша осылай график істесем болады. Мына жерде текстіміздің анимациясы жылдам қимылдады. Яғни сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сабақ. Бұл қандай график не десеңіздер, сіздерменен өткен сабақта скорость жайлы сабақ өткен болатынбыз, яғни мінекей кривая дейді. Осылайша біз видеоның скоростын түсіріп, көтеріп, осылай істеген болсақ, бұл жерде де дәл сондай анимацияның осындай кривая бөлімі болатын болады. Яғни мына жерде тексттің осылайша кривой, осылай қисық графикпенен мен тексттің анимациясын істедім. Яғни мына жерде Y бөлімі видеоның астынан төменге қарай көрінісі, текст жай келеді және бірден жоғары көтеріледі. Дәл осылай пресетті мен ручной істедім. Мынандай пресетті мен мына жерде ручной істедім. Егер қаласаңыздар, осылайша ключевой кадрды басып, пресетті басасыздар, өздеріңіз қалаған шаблонды пайдалансаңыздар болады. Мен мысалы мына бір шаблонды пайдаланып көрейін. Үстінен бастым. Ал енді нәтижені көреміз. Текст көтеріліп және төменге түсті. Яғни бұл топ сияқты анимация. Мінекей. Дәл осыны сіздер өздеріңіз қалауларыңызша мына жерде осындай ползунок бар, осыны басу арқылы қойсаңыздар болады. Енді мына жерде осы функциялар не десеңіздер, біріншісін түсіндіріңіздер, кез келген шаблонды осылай қойып пайдалансаңыздар болады. Ал мына жерде екіншісі бұл прямой линия дейді. Яғни сіздің линияңызды, яғни сіздің текстіңіздегі анимацияны осы функция арқылы сіз плавно қылсаңыз болады. Жалпақ тілмен түсіндіргенде бұл жұмсақ анимация десе де болады. Ал мына жерде автокривый дейді. Яғни бұл жерде сіздің анимацияңызды автоматты түрде өзі жұмсақ қылатын болады. Яғни мен мына анимацияны кішірейтіп қойдым, бірақ мына кнопканы бассам, бұл өзі туырлап береді. Яғни мінекей, мына жерде свободный деген бар. Жалпы мен сіздерге қазір кішігірім лайфхак көрсетемін. Мына жерде пресет тұр, нет кнопкасын басамын. Мінекей, бұл яғни қатты орысша айтқан кезде жесткий анимация болады. Бұл более плавный, жұмсақтау анимация болу үшін мен мына жерде ключевой кадрдың үстінен басамын. Мына жерде автокривый деген бар. Бұл автоматты түрде осылай жұмсақ анимация қойып беретін болады текстке. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Мына дәл осы ключевой кадрлардың таблицасының ішінен осылайша ключевой кадрларды осылайша қойып, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша редактировать етсеңіздер де болады. Мен мысалы мына жерде бастым, ключевой кадрдың үстінен бастым, менде осындай свободный трансформация пайда болды. Бірақ мына екіншісіне не үшін пайда болмай жатыр? Ол үшін мына жерде свободный дегенді басамын. Сол кезде менде осылай свободный трансформация пайда болады. Осылай мен өзім жылжытып, қалағанша анимацияны істеуіме болады. Мінекей, автокривый дейді. Свободныйды бассаңыз, яғни мына жерде анимацияны жылдамдығын пайда болуын және жылдамдығын да арттырсаңыздар да болады. Мысалы мына жерде текст өте жай пайда болып жатыр. Мен бұны тез пайда болуын қаласам, мына жерде линияның үстінен басамын. Көріп тұрғандарыңыздай осылайша тексттің анимациясын жоғары немесе төмен түсіріп, осы жерден де істеп алсам болады. Осы жерде де редактировать етсем болады. Ал мына жерде
X дейді. Бұл яғни оңға және солға жылжыту функциясы. Менде дәл осы жерде дәл осы функцияны трансформацияның ключевой кадрдың осындай тақташасының ішінде істесем болады. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрыш ромбик сияқты анимация болып тұр. Бұл анимацияны более жұмсақтау болу үшін мен үстінен басамын. Мына жерде автокривыйды басып жіберсем, мінекей сіздерге жұмсақ анимация пайда болды. Яғни осылайша мен анимацияны более плавно, яғни жұмсақтау анимация қылуыма да болады. Егер қаласам, мына жерде осылай редактировать етіп істесем де болады. Бұл тексттің анимациясын мен осылай қаласам, дәл осылай істеп қоюыма да болады. Яғни сіздерге жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерде ключевой анимацияның графигі, яғни графигін жабу үшін мына жерде мына кнопкам бар. Осы кнопканы басу арқылы мен жауып қоямын. Ал егер қаласаңыз, тексттің үстіне басасыз, мишканың оң жағын басып, скрит анимацию со сменой скорости дейді. Осылайша жауып қойсаңыздар да болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, сабақ жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Біз келесіде видеоның стикері, видеоның футаждарына осылай анимацияларды істеуді үйренетін боламыз сіздермен, яғни сіздермен үйренетін боламыз. Қош, сау, сәлемет, аман болыңыздар.